Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен кинематика тарауын ары қарай жалғастыратын боламыз. Бүгінгі тақырыбымыз бізде түзу сызықты бір қалыпты қозғалыс, жылдамдық, сосын орташа жылдамдық болмақ. Ендеше бір қалыпты қозғалыс дегеніміз не екен? Бір қалыпты қозғалыс дегеніміз дене кез келген тең уақыт аралықтарында ұзындығы бірдей жол жүруі. Осыған байланысты бізде тәжірибе жүргізілген екен. Осыны екінші суретте көріп тұрғанымыздай, бір құтыда су құйған, оған сәйкесінше тамып тұратын тесігі бар осы жерде. И оған тең әсерлі бірдей күш берген. F, яғни тарту күші бір қалыпта. Осы жерден тәжірибе бойынша тамшы тамған сайын аралықтары бірдей болған. Тең аралықта, тең уақытта тамған. Яғни S1, S2, S3 өзара тең болған. Осы қозғалысты біз бір қалыпты қозғалыс дейміз. Яғни T1, T2, T3, T4 сәйкесінше S1, S2, S3, S4 өзара тең. Осыны біз бір қалыпты қозғалыс деп атаймыз. Ендеше келесі бізде жылдамдық. Жылдамдық дегеніміз не екен? Жылдамдық дене координатасының қаншалықты жылдам өзгеретінін анықтайды дейді. Жылдамдық осы күнге дейін өттік біз координатаны, координатаны соған байланысты дененің өзгеретінін көрдік. Енді жылдамдық дегеніміз сол дене координатасын қаншалықты тез өзгертеді, немесе қаншалықты баяу өзгертеді. Осыны біз жылдамдық деп атайды екенбіз. Оның формуласы бізде F тең болады V тең болады S бөлінген T-ға. Сәйкесінше осы жерден өрнектеп түрлі T-ны, S-ті не T-ны тауып ала аламыз. Орташа жылдамдыққа келейік. Орташа жылдамдық дегеніміз барлық жүрген жолдың барлық уақытқа қатынасымен өлшенетін физикалық шама. Яғни біз жолды әр кезде әрқалай жүруіміз мүмкін. Яғни бізде жолдарды бөлетін болсақ, ұзындығы әртүрлі мүмкін. Яғни S1, S2 бір-біріне сәйкесінше тең болмауы мүмкін. Одан кейін V1, V2, V3, T1, T2, T3 осылар әртүрлі болған кезде орташа жылдамдығымыз қандай болады деген сұрақ туындайды. Ол үшін біз барлық бұның негізі формуласы S бөлінген T ғой. Ал орташа жылдамдығын табу үшін осы формуланы қолданамыз. Яғни барлық осы жүріп өткен аралықтағы жолдың бәрін қосамыз да, сол барлық жолға кеткен уақытқа бөлеміз. Сол кезде бізде V орташа шығады екен. Енді бізде кейде дербес жағдайлар бар. Оған біз арнайы формула шығардық, өрнектеп шығардық. Оның қалай шыққанына тоқтала кетейік. Екі жағдай бар бізде. Біріншісі, егер де біз жолды тура екіге бөліп жүрсек, яғни біз бары S деген жолды жүрдік, аралық S бөлінген 2, аралық S бөлінген 2. Осындай жағдайда V орташа қанша деген сұрақ. Ол үшін біз әдеттегідей бастапқы формулаға саламыз, яғни V орташының табатын формулаға. V орташа тең болады бізде барлық жолды қосу керек қой. Бізде бірінші жол S бөлінген 2, екінші жол S бөлінген 2. И бізге T-ға бөлу керек. Бізде T бермейді. T бермейтін болса, T-ны өзіміз өрнектеп аламыз. S тең V-T ғой. Осы жерден T-ны өрнектейтін болсақ, сонда S бөлінген
в болады. Сонда біз т-ның орнына s бөлінген v-ны қоямыз. S бізде s бөлінген 2 бөлінген v1. Яғни мынаны v1 мен жүрсе, мынаны v2 мен жүреді. Екіншісін жазамыз. S бөлінген 2 бөлінген v2. Осы жерден ары қарай өрнектейміз. Екеуін астыңғы жағын өрнектейтін болсақ, мына жақтан S бөлінген 2-ні сыртқа шығаратын болсақ, так, астында ортақ бөлімге келтіріп, үстіне келтіреміз. Сонда ортақ бөлімі v1 көбейтілген v2, мына жаққа v2-ден беріледі, мына жаққа v1-ден беріледі. Сонда v1 көбейтілген s бөлінген 2 қосылған v2 көбейтілген s бөлінген 2. Осы жерден s бөлінген 2-лерді сыртқа шығаратын болсақ, s бөлінген 2. Сонда v1 қосылған v2 мына бөлімін үстіне көтеріп жүрсек болады ғой. Сонда v1 көбейтілген v2. Сонда қорытынды формуламыз, мынамен s бөлінген 2 мен s бөлінген 2 бөлім қысқарып кететін болса, 2 v1 көбейтілген v2 бөлінген v1 қосылған v2. Міне осылай, егерде жолды біз тең 2-ге бөліп жүретін болсақ, v орташаны осылай табатын боламыз. Бұл формуланың шығу жолын не үшін түсіну керек? Бізде кейде есептерде s-ті тек қана 2-ге ғана бөлмейді, бәлкім тең аралықта 3-ге, 4-ге бөлуі мүмкін. Сол үшін формуланы өзіміз шығара білуіміз керек. Екіншісі, егерде уақыт екі түрлі болса ше. Яғни, нақты осы жолды 2-ге мына жолды т уақытпен, мына жоқты т бөлінген 2-мен жүретін болса, s-тер әртүрлі, s1, s2. Осы кезде v орташа неге тең? Біз бастапқы формуладан таймамыз, барлық жолды қосып бөлеміз барлық т-ға. Осы жерде s-ті ашатын болсақ, v1 бөлінген т бөлінген 2 көбейтілген қосылған v2 көбейтілген т бөлінген 2-ге. Осы жерден барлығын т-ға бөлеміз. т2-ні сыртқа шығаратын болсақ, т бөлінген 2-ні, яғни v1 қосылған v2 бөлінген т-ға. Сонда т мен т қысқарып, 2 астына түседі, v1 қосылған v2 бөлінген 2 деген формула шығады екен. Бұл да формуланың шығу жолы керек, өйткені бізде кейде жолды 3-ге бөліп, 3 түрлі жолды бірдей уақытта жүруі мүмкін. Сол үшін, ал негізі егер 2-ге бөлінген есептер болса, формуланы жаттап алуға болады. Яғни мынандай формула бар бізде. В орташаға арналған 2 формула нақты, бірақ бұл тек 2-ге бөлінген кезде, және формуланың шығу жолы егерде 3-ге, 4-ге бөлініп жатса, өзің қорытып шығарып алу үшін.
осымен бүгінгі тақырыбымыз аяқталды. Келесі сабақ кездескенше.